Сәлеметсіздер ме достар, арасында бір тамақты өзгеше етіп түрлендіріп жасау үшін дәл осындай мен секілді рассольник жасап тұрсаңыздар болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта сіздермен түрлі видеомен бөлісемін. Жасалу жолы өте қарапайым. Ең алдымен мұздай суға біздің сүйегі бар етімізді саламыз және дәміне қарай тұзын саламыз. Және бір қайнағанша күтеміз. Оған дейін біз перловканы жақсылатып 7-8 рет бірнеше қайтара суы тап-таза болғанша жуып аламыз. Перловканы мен бөлек қайнатамын суда. Ал енді біздің етіміз әбден қайнап, көбігін алып тастағаннан соң 1 сағат қайнап өткеннен кейін осы перловкамызды бөлек 1 сағат қайнатам және ішіне сорпамызға қосып саламын. Оған дейін зажаркасын дайындаймыз. Табамызға кішкене май құйып, жуа салып және де үккіштен өткізілген сәбізімізді салып жақсылап қуырамыз. Осы уақытта біздің етіміз қайнап жатады және де біз осындай соленый қияр пайдаланамыз. Оны кішкентай 4 бұрыш етіп бөліп аламыз және қиярдың суынан, рассолынан жарты кеседей осы біздің зажаркамызға құямыз. Мінекей біздің зажаркамыз дайын болды. Енді осыны қайнап жатқан біздің сұйық тағамымызға салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң мінекей піскен етімізді алып шығамыз сүйегімен бірге және де оны да сақтап турап аламыз. Жаңағы сақтап туралған қиярымызды да саламыз. Ең соңынан піскен етімізді саламыз. Менің штативім сынып қалыпты екен, сол себепті де бір қолмен түсіріп жатырмын бұл видеоны. Сәл-пәл ыңғайсыздау болды енді. Осымен біздің тағамыз дайын, өте дәмді, арасында жаңағы тұздалған қияр болғандықтан дәмі ерекше болып шығады. Сорпасын менің балаларым өте әдемі ішіп алды добавкамен. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.